Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырыбымды зуд вульвы деп аталынады. Орысша, қазақша айтқанда жыныс мүшесінің сырт жағының қабынуы. Ол кезде қатты қышытады, ашытады. Кіші дәретке барған кезде де өте қатты ашытады. Жыныстық қатынас кезінде қан аралас выделение болады. Ол қыздарда да болады, келіншектерде де болатын нәрсе. Бұндай жағдайда міндетті түрде емделу керек болады. Енді оны емдеу үшін оны қоздырып тұрған қандай инфекция екенін, қаншалықты суық бар екенін, оның симптомдарын біле келе, клиникасын тыңдай келе, көре келе ем-дом жасалынады. Оған әкелетін инфекциялар трихомонада, микоплазма, хламидий, гарднерелла, солардың қайсысы шығып тұр, қаншалықты суық болып тұр, соны емдеген кезде ғана ол жақсарады. Толық ақпарат білгілеріңіз келсе, менің төмендегі номеріме хабарласуларыңызға болады.